Армысыздар, қымбатты көрермен. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, бүгінгі кездесуіміздің қадірменді қонағы Қуантқан Азанова. Қуантқан аға, бүгінгі кездесуімізге қош келдіңіз. Біріншіден қазан айының алғашқы жексенбісі ұлағат ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің кездесуіміздің қадірменді қонағы ретінде сізді арнамыздың төрінен көргенімізге қуаныштымыз. Биылғы оқу жылы басталғанына біршама уақыт өтті. Жаңа оқу жылына сәттілік тілейміз. Табысты жыл болсын. Табыс демекші, сіздің еңбек жолыңызда біршама табыстар бар екен. Әлеуметтік желілер арқылы көріп отырмыз. Еңбегіңіз елене берсін аға. Бүгін сізбен бір тамаша сұхбат құратын боламыз. Жастар тарапынан қойылатын сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба аға? Дайынмын. Ендеше сұхбатымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Төлегенов Қуантқан Азанұлы 1962 жылы 28 маусымда Шевченко ауданы Баутин жерінде дүниеге келді. 1969-1980 жылдары Баутин мектебінде білім алды. 1980 жылы теңіз балық шаруашылық флотында екінші разрядты слесарь болып жұмысқа алынады. 1980 жылы қыркүйек айынан бастап осы мекемеде кеме механигі мамандығына оқиды. 1981 жылы 18 қарашада кеңес әскерінің қатарына алынады. 1984-1985 жылдары Арму ТХС кемесінде моторист қызметін атқарады. 1985 жылы дипломын алғасын осы мекемеде 3-ші механик болып жұмысын жалғастырады. 1991-1992 жылдары қосымша қазақ күресінен Баутин Аташкентінің балаларын жаттықтырады. 1992-1993 оқу жылынан бастап спорт мектебіне балалар мен жасөспірімдер арасындағы қазақ күресінен бапкер болып, ақкетік жастарын дайындайды. 1992-1993 жылы облыстық жарыста шәкірті Жұмабаев Қанат 57 кг салмақта бірінші орын алып, республикаға жолдама алса, Ахметов Сәрсенбай 38 кг салмақта екінші орынды иеленеді. Тұрмыс жағдайына байланысты 1993-1994 жылы Қаламқас мұнайгаз мекемесінде слесарь болып қызмет атқарады. Кейін 1994 оқу жылынан бастап білім бөлімінде жұмыс жасайды. 1994-2003 жылдар аралығында Баутин орта мектебінде, қазіргі Жалауңбаев атындағы мектеп гимназиясында жұмыс жасап, 2003-2010 жылдар аралығында шетелдік компанияларда матрос болып жұмысын жалғастырады. 2011 жылы Маңғыстау гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, сол жылдан бастап Жалауңбаев мектеп гимназиясында дене шынықтыру пәні мұғалімі болып жұмыс жасап келеді. Болашақ ұрпақты салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Міне аға, өмірбаяныңызды осылайша қысқаша баяндадық. Енді ары қарай өз аузыңыздан естісек, қысқаша өмірбаяныңызды айтып өтсеңіз. 1980 жылы АИ Баутин мектебін бітірдік. Сол жылдары өзіміздің директорымыз Дариға апай мектепке сол дене тәрбиесіне шақырған, бірақ үйдегі үлкендеріміз, әкем, шешем келіскен жоқ. Басқа жұмыс жасадық, солай ұйғарып. Сонымен семестр болып жасадық, артынан кемеде жұмыс жасадық. Одан кейін практикада жүрген кезде әскерге кеттік. 81-83 жылға бітіріп келдік. 84 жылы енді декабрьде келдік те, арғата жұмыс жалғастырдық, кемеде жасадық. Одан сол кемеде жасап жүрдік. 86 жылы Керең Бұрғылау Күмінгер деген мекемеге ауыстым. Онда 3 жыл жасап жүріп, одан кейін осы біздің яқты клуб дейді ғой, сонда завхоз болып жасадым аздық. Одан кейін сол автобазда жасадым. Соларда жасап жүргенде қосымша 91-92 жылдары бір балдар дайындауға Амангелді деген жігіт армияға кетті де, біздің Баутина Аташын балдар дайындалмай қалды. Соған қосымша жаңағы бапкер болып жасадым. Ол мектепте жақсы бапкерлердің арқасында шығарды деп ойлаймын. Өйткені Герман ағай Абдиев ұстаздарымыз. Сытқазы ағай болып, Боран Сытқазы ағай, жеткізген Қуаныш ағайымыз болып, осы спортқа жетелеген. Стол теннисін, шахмат шашқаны
әкеммен ойнап үйрендім. Ал теннисте де үйренгенмін әкеммен, бірақ артынан сол шеберлікке Қуаныш ағамыздың үлесі мол болып, сосын мына баскетболды ойнап үйретті. Бірақ мектепке шақырғанмен жаңағыдай келмейді, басқа жерде жүрдік. Қолымыз бос уақытта ауылда өзіміз топ құрып, сол арадан стадиондар салып, өзіміз ойнадық. Бізден де үлкен шебер ойыншылар болып, соларға да қызықтық. Алдымызда Аманияз деген ағалар болып, мықты спортсмендер. Сол маған осы мектепке келуіме, былай спортқа тартылуыма көбінесе Қуаныш ағайдың септігі тиді деймін, және жаңа осы айтып кеткен ұстаздарымның да септігі тиді. Осы уақытымыздың бәрін сол спортқа арнайтынбыз. 91-92 сол уақытша автобуста жасап жүріп балдар дайындадым бос күнінде. Одан кейін 92 жылы олар мекеме сұрап алып, мен сол неге тренерлікке. Сонда жасап жүрдім. Айлығы аз болды ма, бір-екі осы жұмабай қанаттар дайындағаннан кейінде сол не болғаннан кейін мен Қаламқас мұнайгазда сол жасап жүрдім. Жасап жүргенде мені Лавгарона Таңатараға шақырып алып, біз мектепте жаса, айлығын көтеремін, жағдайын жасаймын. Содан мектепке келдім 94 жылы. 2002-2003 жылдар бір аздап үзіліс болып, неде компанияларда жұмыс жасадым. Одан кейін де осы балдарды дайындап, спортқа қоям ба деп едім. Кейбірсін Рахимова Шарипатовна апай шақырып алып, балдармен жұмыс жасай бастым ғой. Тілшеш, арғата жалғастыршаш деп мен айтқанмын, бірақ апай мен жасым 50-ге келіп қалып, енді мен қоямау, басқа жұмыс жасағанын жақсы көремін деп едім. Баламен тіл табыса аласың, арғата жалғастыра берсешті. Солай мына оқу бітіріп алып, арғата жұмысын жалғастыра бердім. Енді сізге келесі бір сұрағым болсын. Әкеңіз жөнінде, сіз ұлағатты ұстаз, Азан ағайымыздың тәрбиесін көріп өскен перзентсіз. Бала кезде әке жолын қуып ұстаз болу ойыңызда болды ма? Бала кезіңізде? Шын айтсам, ондай ойда болған жоқ. Менен де мықты спортсмендер болды. Мен кішкентай кезімде көп аурушаң болдым. Осы жаңағы қатарынан қалып қойдым деген сияқты мен солардың артынан қуамын, сондай боламын деп жүргенімде сол. Және жаңа ұстаздарым жақсы ұстаздарым болып, соның арқасы деп есептеймін өзім. Жалпы менен де мықты спортшылар көп болып, мен айтсам мысалы, әлсіздеу, аурушаңдау болдым. Ал менен де гөрі жақсы спортшылар болды. Мен өзім мықтымын деп айта алмаймын. Бір өзім үшін тек айналыстым десем де болады. Ал енді аға, осы Азан ағайымыз туралы да естеліктер айта кетсеңіз. Ол кісі енді мені еркелеткен жоқ, шын айтқанда. Ол кішкене қаттылау, бірақ осы көне жарысып үйде дойбы ойнайтынбыз, шахмат ойнайтынбыз, сол осыларға алып келіп стол теннисіне үйретті. Осындай енді жұмыс жасауды талап ететін, осы тәрбиесті көтеріп айтуға, еңбек етуге сол жағынан айтатын. Енді мектепте ұстаз ол кісі, үйде әке. Жалпы әкеңіз талапшыл адам болды ма? Иә, талапшыл. Басқа балдарға қарағанда мысалы бір тентек болсақ, бізді аямай кәдімгі қатты болатын, кәдімгі қатты ұрады, қатты нетеді, басқа нетпейді. Кішкене жалпы еркелеткен жоқпын. Енді аға, еңбек жолыңыздың көбі теңізбен байланысты болған екен. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, енді мектеп қабырғасына, оның ішінде спорт саласына қалай келдіңіз? Енді бос уақытымда ойнап жүрдік, жаңа айтқандай, бір неден бізге жаңағы жаттықтырушы жетіспеді. Сол бір кезде айтты, сіз күресесіз бе, бізге күрестен жаттықтырушы керек деп. Қай жылдар еді ол? 91-92. Сол жылдары келіп жаңа айтқандай, ол кезде автобазда жасап жүрдім, сол кезде спорт мектебінен балдар дайындадым. Одан кейін мені алды, мына неде порттағы неде подвалда дайындадым. Спорт мектебінің жанында подвал болып, сонда дайындадым. 3 тренер жүрдік ол арада. Ол арада Бауыржан дейтін жігіт болып, жас жігіт ол енді бір жылда жасады, кетті, ода мықты жаттықтырушы болатын. Сосын Адай дейтін жігіт болып, бізде
ода басқа салаға ауысып кетті, бірақ жақсы жаттықтырушы еді. Ең артында сол жылдар өзім қалдым 92-93 жылдар. Сол басқа айтатындай ештеңе жоқ. Мен ойлаймын, бәрі ұстаздардың арқасында осындай жетістікке жеттім деп ойлаймын. Енді аға, қарапайым дене шынықтыру пәні мұғалімі болсаңыз да, жасөспірімдер мен жастардың арасында беделіңіз жоғары. Шынашақтай баланы спорт әлеміне жетектеп, үлкен нәтижесін көріп келесіз. Сіздің алдыңызда тәрбиеленген түлектердің көбі қазіргі таңда аудан, облыс, республикада өздерін мойындатқан чемпиондар. Осы балауса жастарды тәрбиелеуде сіздің ұстанымыңыз қандай? Енді мен ондай мықтымын деп айта алмаймын. Баламен шама келгенше сол бағытына қарай жақсы, сол жаңа кемшілік болса бірге жұмыс жасаймыз ғой. Ата-анамен де жасаймыз. Ол менен деп ойламаймын. Ата-анадан, ар жағынан жаңа сол көрген ортаға байланысты деп ойлаймын. Және де жалғыз менікі емес, басқа да ұстаздар, мысалы бір балдар болды, келмей қалып жүреді. Жақсы қатысып келе жатады. Тәрбие жұмысының меңгерушілері солардың да көп көмек тиіп жатыр. Өйткені балдар болды. Той томалаққа барады да бармаймыз дейді. Тәрбие жұмысынан айтсақ, ана балдарды баратын қылып сол әйтеуір. Солай бірге жұмыс жасадық. Мен бір өзім деп айта алмаймын. Осы жаңа шәкірт тәрбиелеуде балаларды не істеуде мақсатыңыз қандай аға? Ұстаным деп отырсыз. Мақсатыңызды айта кетсеңіз, қандай мақсатта мысалы шәкірт тәрбиелеп жатырсыз? Енді бізден ары қарата өсіп, осы ұлттық ойындарымызды спортты жалғастыратын ұрпақ болса екен дейміз. Жалпы еңбек етуге, отан қорғауға дайындауға мақсатымыз негізгі. Салауатты өмір салтын. Иә, салауатты өмір салтын қолдану, спортты жалғастыратын. Қазіргі таңда шәкірттеріңіз өзіңізбен бірге қызмет атқаруда. Енді ұстаздан шәкірт озат демекші, шәкірттеріңіздің қазіргі таңдағы сабақ беру методикасына қандай баға бересіз? Өзіңізбен бірге жұмыс жасап жатқан шәкірттеріңіздің методикасына. Енді олардың несі жақсы деп ойлаймын, менен де жоғары шығады, менен де нетеді, жас, жан-жақты деп есептеймін. Мысалы, қасымызда Тәжіғарай Бақытжан бар, қазіргі таңда Көсбаев Азамат, осы бір жерде күресіп жүр, жалғастырып жатыр. Сол бізде еңбектер жемісті болса екен деймін, ары қарата жас ұрпақтарды дайындаса екен деймін, сол бізден де жоғары болса екен деймін. Биік шыңдардан көрінсе деп ұсынады. Енді аға, манадан еңбек жолыңыз бен шәкірттеріңіз туралы сөз қозғап отырмыз. Енді отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. Қызыңыз Әсем сіздің жолыңызды қуып, дене шынықтыру пәні мұғалімі екен. Балаңыздың осы салаға келуіне сіздің ықпалыңыз тиді ме? Немесе сіз қарсы болдыңыз ба? Қалай болды? Қарсы болған жоқпын. Кішкентайынан енді біздер мектепке бармай тұр, олар Әсемде, Көкемде тоғызқұмалақ ойнады. Содан жайлап келген шығар деп ойлаймын. Мен енді барма деп айтқан ештеңе жоқ. Бірақ осы жаңағы тоғызқұмалақ жарысына барады, екі рет республикалық облыс чемпионы болды, екі рет республикаға жолдама алып, Әсемде, Көкемде сол тоғызқұмалақтан облыс чемпиондары болып бірнеше рет. Ары қарата енді бетім келіп, Әсем алда теннис ойнады. Ары қарата оқуға барамын деп, ешкім жолына кедергі болған жоқпын, өздері шешіп бір ауылға дейміз ғой. Солай жалғастырып бәрі жұмысын жасайды. Ризамын. Демек, әуел баста өзің таңдауы спорт саласы болды. Иә, солай болды. Ал енді аға, сіздің еңбек жолыңыз, отбасыңыз туралы біраз әңгіме айттық. Енді сіз туралы жаныңызда жүрген жақындарыңыздың жылы лебізін тыңдай отырайық. Назарымыз экранда болсын. Ассалаумағалейкумдер. Бүгін Қуантқан ағайымыз туралы сұрақ жолданған болатын. Сұраққа жауап бере кетсем, Қуантқан ағай қандай кісі? Қуантқан ағай өте керемет кісі, еңбекқор, адал, қызметіне адал кісі. Әлі күнге дейін көрген білгенін үйретіп, жақсыға баулайды. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген ұстанымды ұстайтын кісі. Ол кісіге алғысым шексіз, тек жақсылық, сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Құлберген Ақтоты Исабай қызы. Төлегенов Қуантқан Азанұлы. Әріптес ретінде қандай адам?
Ол артист ретінде менің ойымша ең керемет адам деп есептеймін. Қай уақытта да қолының ұшын созатын, әр уақытта көмектесіп отырады, ақылын айтып отырады. Ол кісінің балаға деген тәрбиесі ерекше. Кез келген жерде тоқтатып жүріп, өзінің спортқа деген бар білгенін үйретіп, баланы баулып отырады өзіне қарай. Оның балаға деген махаббаты да ерекше секілді. Сол қасиеттері қатты ұнайды өзіме. Кейде еліктеп те кетемін ол кісіге, соған ұқсағым да келіп кетеді. Оның тәрбиесі енді ерекше деп айта аламын. Артист ретінде ең керемет жан. Келжанов Қуанқан туралы сұрап жатсыздар ғой. Келжанов Қуанқанмен мен осы көп жылдан бері бір салада, спорт саласында жұмыс жасаймыз. Кеңес одағынан бері. Қысқаша Қуанқан ағайымыз туралы айтатын болсақ, Қуанқан ағайымыз мен бірге жарыстарда болдық осына спорт саласында. Күрестен, тоғызқұмалақтан, шахматтан. Сол кезде Қуанқан ағайымыздың шәкірттері сол жарыстарда үлкен жеңістерге жетіп, сол жеңістердің арқасында біз де Қуанқан ағайымыздан үлкен тәжірибе алып, сол ол білгенін бізге айтып, біз білгенін оған айтып, сондай аралас құраласымыз осылай жақсылықпен жалғасып жатыр. Енді Қуанқан ағайдың көптеген шәкірттері бар. Ол мынау мысалы қазіргі Маңғыстау облысының спорт комитеті Қанат Жұмабаев дейтін дзюдодан ардагерлер арасында әлем чемпионы және халықаралық жарыстардың чемпионы, республика облыс чемпионы талай неше дүркін осындай дзюдодан үлкен жарыстарда жеңіске жетіп, мастер спорт атағын атанған сол Қанат Жұмабайымызды осы Қуанқан ағамыздың енді атағы шыққан тұңғыш шәкірті, мынау сол спорт мектебінде осы бала кезінен Қанат Жұмабаевты қазақы күреспен, осы дзюдомен дайындап, сол жоғарыға биікке көтерген осы Қуанқан ағамыз, мынау айтады ғой, үлкен спорт, кішкентай спорттан басталады дейді ғой. Мынау енді сол баспалдақтың бірінші баспалдығын осы Жұмабаев Қанатқа Қуанқан бастап беріп, одан Қанат облысқа, республикаға, халықаралық жарысқа, әлем жарысына қатысып, осылай өзін биіктен көрсете білді. Осының бәрі осы Қуанқан ағайымыздың еңбегі деп бағалаймыз. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Азанис болмын. Төлеген Қуанқан менің атамдай болып кеткен кісі. Ол біздің әулетіміздің үлкені, әулетіміздің ақсақалы десек те болады. Ақыл айтатын үлкен кісіміз. Бізге кішкентай кезімізден бері тәрбие беріп келген, жақсы адам болуға үйреткен кісі. Маған ол көп нәрсе үйреткен, өзінің білімдерін үйреткен. Соның ішінде қазақтың ұмытылып бара жатқан ұлттық ойыны, тоғызқұмалақ ойынын да үйреткен. Сол тоғызқұмалақ ойынның арқасында мен көптеген жетістіктерге жеттім. Мысалы, Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасындағы желілік жарысқа да өтіп жатырмын. Әрине осы кісінің арқасында. Атама үлкен алғыс айтамын. Болашағында өте көп жетістіктерге жете берсін. Ешқашан қартаймасын. Асқақтау әкеміз болып жүре берсін. Ұстаздық табыс, мол байлық тілеймін. Сол үшін сізге үлкен рахметімді айтамын. Және болашақта біз секілді өзіңіздің оқушыларыңыз көптеген жетістіктерге жетіп, сізді үмітіңізді ақтай берсін. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Бүгін маған сіздің әкеңіз қандай адам деген сұрақ жолданған болатын. Жауап беретін болсам, менің әкем Төлегенов Қуанқан Азанұлы өте шыншыл, мейірімді, адал, еңбекқор, жауапкершілігі мен адамгершілігі мол кісі. Және осы қасиеттерді біздің бойымыздан көруді өзі де талап етеді. Әкем отбасымыздағы мақтаныштар, үлгілі отбасы иесі, шаңырағымыздың басшысы, қорғанышы, тірегі. Әкем менің өмірімдегі ең үлкен ұстазым.
менің өмірімнің қай кезеңін алып қарасам да, мектептегі оқушы кезімді, студенттік кезімді, жарыста жүрген, жұмыстағы кездердің барлығын есіме түсірсем, менің әрдайым қолдап, білместігімді кешіріп, еркелігімді көтеріп, білмегенді үйретіп жүретін әкем. Кішкентайымнан әкемнің қасында жүргендіктен, оның балаға үйретуіне еш шаршамайтындығын, табандылығын көріп, шәкірттерінің сондай үлкен жетістіктерін көріп, мен ол кісінің ең жақсы ұстаз екеніне еш күмән келтірмеймін. Шәкірттеріне үйретуден шаршамайтын жан. Мен әкем болғандықтан ол кісіні мақтамаймын. Жақсы адам болғандықтан ғана оны мен мақтанамын. Менің әкем ең жақсы адам. Әке, мен сізді жақсы көремін. Ары қарай жалғастырайық енді аға. Мектеп қабырғасында сіз қазақ халқының ұмыт болып бара жатырған ойынның бірі тоғызқұмалақта шәкірттеріңіз арасында үнемі дәріптеп келесіз. Қазіргі шәкірттердің ұлттық ойынды игерудегі қарқыны қандай? Сонымен қатар шәкірттеріңіздің бүгінгі күні осы спорт түріндегі жетістіктеріне тоқтала кетсеңіз. Тоғызқұмалақтан отбасымен ойнай жүргендерде жетістіктер отбасы, мысалы көбі республикаға осы ауыл ойындарында 13-ші жылы мысалы жеңіп алып, неге Шымкент қаласына барып, ауыл спортынан. Бұлайда енді не шығып жүрген нелеріміз бар. Ерғожамыз бар, Мерген дейтін спорт мектебінде жасап, осы мына спорт бөлімінде жасап, қазір басқа салада жүретін, бірақ жалпы осы неге тоғызқұмалақты жақсы меңгерген бар. Енді басқа да сосын Назгүл дейтін оқушымыз бар, о да осы қазір неде Ақшқыр қаласында осы неде қарайған шәкірттері бар, жақсы өзі ұстаз әрі өзі ойыншы. Сондай енді оқушыларымыз бар, арғатта студент оқушыларымыз да бар, мысалы Тәжіғарай Асылбек дейтін сондай оқушыларымыз бар, жалғастырып келе жатыр. Жетістіктері қандай қазіргі таңда республикада чемпиондар болғандарына облыста? Мерген чемпион, мысалы Есет Мерген болып чемпион, Ерғожамыз болып чемпион, республикаға барды. Сосын Әсем бар, 2 рет бар болған. Бірнеше рет жолдама алып тұрып, барамай қалған уақыттарда болды. Бұл жалғастырып жатыр. Жаман емес, не етем. Өзімізде республикада ойнап, жалпы тоғызқұмалақ қазіргі кезде жақсы деп ойлаймын. Жақсы аға, енді жалпы мектеп өмірі бала тәрбиесімен қатар ұштасып келе жатыр. Сіздің спорт әлемінен тәрбиелеген шәкірттеріңіздің арасында өзіңіздің жаныңызға жақыны бар ма? Шәкірттеріңіздің арасында? Мен оқушыларымды көріп жаман дейсізден бәріне де сол әріптесем де көмектесем, ол деген сен, мен деген жоқ. Барымызды үйретеміз, болашағымыз жастар. Ешкімді бөліп жармайын деп есептеймін. Барымызша мысалы білгенімді соларға айтамыз. Шама келгенше бөлмеймін. Сіз үшін шәкірттеріңіздің барлығы бірдей. Аға, енді кездесудің соңғы сұрағы болсын. Қазіргі шәкірттеріңізге жалпы жастарға айтар тілегіңіз? Еңбектері жемісті болсын, шәкірттер биіктен көріне берсін деген келеді. Жақсы, біздің де жоғары нәтижеге жетсін деген келеді. Жастарға айтар тілегіңіз? Сол. Ауданымыздың, еліміздің жалпы. Ауылымызда тыныштық болсын, жастарға жұмыс көп болсын, мектептеріміз үлкейе берсін, спортшылар көп болсын деген келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген келеді. Рахмет аға, көп. Осымен біздің де бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сізге үлкен рахмет аға. Өзіңізбен тамаша сұхбат болды деп есептеймін бүгін. Қадірлі көрермен, келесіде кездескенше күн жақсы болсын. Аға, енді осындай бүгінгі сұхбатымыздан сізге естелік сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Рахмет сізге.